Ахметовтың классын тоқтамы деген әңгімесі берілген болатын. Барлығымыз оқыдық, иә? Енді мен сендерге сұрақ қоямын. Рахима апай не үшін Бауыржанға риза болды? Өйткені ол металды қайдан көрген айтты. Сосын оларды жинап әкелді. Содан мұғалімі риза болды. Жақсы, тағы не үшін апайы Бауыржанға риза болды? Өйткені Бауыржан көрсетіп жақсы, дұрыс айтасыңдар. Сыныпта тату болу үшін балалар не істеуіміз қажет? Қамин айта ғой. Bir-birimizden dost olup, zamanımızı sineyip, dürüs. Жақсы, дұрыс айтасың. Жақсы, тағы да? Дұрыс айтасың. Біреуміз сөйлегенде екінші біреуміз бөле өтеміз, бір-бірімізді тыңдау өтеміз. Жақсы. Бүгінгі дәйек сөзіміз кішіпейілділік кісінің көркі деп аталады. Кішіпейілділік кісінің көркі. Кім қалай түсінеді? Кішіпейілділік дегеніміз не? Кішіпейілділік дегені қалай түсінеміз? Жақсы, кішіпейіл адам ақылы болады дейді, жақсы. Тағы да үміт. Кішіпейіл деген қалай түсінесіз? Қане, кім айтады? Камина? Мақтаншақ емес дейді. Жақсы, ақылды, көңілді, жақсы. Кішіпейілділік дегеніміз ол адамның бойындағы бір қасиет. Ол кішіпейілділікті біз адамның іс-әрекетінен, сөйлеген сөзінен, жүріс-тұрысынан да байқайды екенбіз. Кішіпейіл адам мейірімді болады, ақылды болады, ешкімнің ала-жібін аттамайды, сөзін бөлмейді екен, иә? Жақсы. Енді ойын ойнаймыз балалар қазір. Ойын кішіпейілділікке адымдар деп аталады. Бұл ойында мен сендерге қазір сөйлемдерді оқимын. Егер сендер иә, қосыламыз, келісеміз дейтін болсаңдар, алақандарды 3 рет шапалақтайсыңдар. Ал егер жоқ, келіспеймін, бұл сөйлем қате дейтін болсаңдар, онда аяқтарыңды тоқылдатып 3 рет соғасыңдар. Жақсы ма? Түсінікті ма балалар? Мұғалімнің түсіндіргенін мұқият тыңдау. Жақсы. Әңгімені бөліп бөтен әңгімеге араласу. Әңгімеге қыздарға орын беру. Біреудің сатын тартып алу. Жақсы. Үлкендерге көмектесу. Жолдастармен дөрекі сөйлесу. Далаға бірінші болып шығу үшін басқаларды итеру. Жақсы. Өтінішпен сұрау. Ата-анаға қарсы сөйлеу. Үлкендерге сәлем беру. Үлкендердің жолын кесу. Кішілерге ізеттілік көрсету. Жақсы. Ал енді оқулығымызды ашамыз. Әлдібай Қалдыны. Әлдібай Қалдыны. Кім бастап оқиды? Алмас оқысын. Қалғандарымыз қарап тыңдап отырамыз. Бастан шешу. Жаздың жайма шуақ күні. Балтабек ағай баласы Балтабек ел көшені ескеге айшықты күн жағынып, астынан өтіп бағы жатып, жер қотасымен кездесіп қалды. Ассалаумалейкум деп ол өткен оғын алды. Әлемнің қотай күнде екі қақты. Білек шыға бере Балтабектің адырая қара қашуын көрді. Балам, мимырт болма. Егер мимырт болғанын өткенімен жөнде командаспайсың ба? Ел қағып санап көтере салып істейміз ол.
Сәлем дедім, сәлем. Сәлемімді қабылдап, тілмен саған сөйлеп еді ғой. Ісінің қадір-қасиетін білмей барасың. Кесірленіп, керге тағы бекке сәлем беру анайылық екенін білесің бе сірә. Ол кісі жайғанда жақсы амандасып күтті ғой. Мен кесірленген жоқ. Маған ондай сәлем деп екі сынға салмай атапша амандасу қажет. Амандасу адамның амандығына қуану ниетін білдіру сәлем етуге дейміз. Амандасудың да мағыналары болады. Жай сәлем дей салу өз атана асығыс кезінде айта салатын сөз. Болды, тоқтай ғой. Әрбір қарай. Ақкелбес. Онда тұрған неға сізге қызметесіз жәке үлкен кісіге ассалаумағалейкум немесе амансыз ба? Сәлеметсіз бе? Сау сәлеметсіз бе? Аман есенсіз бе? Деген сөздердің бірі аузына түспеді ме? Сол кездің бәрі де сәлем деген бір сөзбен мәндес емес пе? Олай емес. Сәлем деген жай ғана амандасу. Амансыз ба деп амандасушы сәлем берген адамның амандығына қуанышын тілектес екендігін білдіреді. Ал аман есенсіз бе деген сөздің не қажеті бар? Сау сәлеметсіз бе? Аман есенсіз бе деп амандасушы тілектестік қуаныш кенете айтып жақындық жақсы ниетін жария етеді. Мен де ол кісімен жақсы ниетпен амандастым ғой жәке. Жетесіздей жеңіл жерді жай бас дей салдым. Ол әдепсіздер еді. Не істеу керек? Амандасу кезінде қуана күлімдеп қол алысу, мейірлене көрісу, қол қусырап бас ию, құшақтасу, құшу, қуанышу деген болады. Болды, тоқтай ғой. Әрбір қарай. Сабина. Өзіңіз неге ол кісіні құшып, қауышып көріспедіңіз? Көптен көріспей сағынысқан адамдар көрісіп қауышады. Жәкетайым-ау, бір амандасқанда бірнеше қимыл жасау міндетті емес шығар. Мен саған айтқанымның бәрін бір амандасуда орында деп тұрған жоқпын. Сәлем беру және сәлемдесу салт. Үлкен кісіге танымасаң да сәлем бер. Сәлем бердің ғой, менің не жазығым бар? Сәлем бергенде де ибаттылық пен әдептілік, сыпайылық пен сыйласу керек. Қария кісілермен ассалаумағалейкум деп амандасады. Сөзіңіздің төркініне түсіндім жәке. Батай содан бері үлкен кішіге үлгі көрсетіп, кісімен жайраңдай жадырап жақсы амандасатын болды. Жақсы. Балалар, осы оқыған әңгімеден мен сұрақтар қоямын, сендер мұқиятында жауап бере қойыңдар. Әкесінің баласына ескерту жасауының себебі неде? Өйткені ол үлкендермен сәлемдесу үлкендермен және ол сияқты балалармен сәлемдесу басқаша болу керек. Үлкен кісіге сәлем деп амандасуға болмайды, ол әдепсіздікке жатады. Жақсы. Сәлемдесу кезінде адамның бойында қандай қасиеттер көрініс береді? Мадина. Үлкенге деген құрмет, кішіге деген ізет. Тамина. Сәлем сөзінің анасы дегенін қалай түсінесің, Тамина? Сәлем сөзінің анасы. Қалай түсінеміз, балалар? Сәлем деген ол басқа адамдар жерді ойлатады, оның алдында олар сәлем
Bir kishini ko'rganda mіндетті түрде амандасуымыз керек. Мысалы, мектепке келгенде Мадина амандасасың ба мұғалімдермен? Сыныптастармен, басқа оқушылармен қалай амандасасың? Жақсы. Өзің адамдармен қалай сәлемдесіп жүрсің дейді балалар. Бұл балалар қане жауап бере қойыңдаршы? Жандәулет. Қане Жандәулетті тыңдайық. Мысал келтіріп, қане өзің қалай амандасып жүргенін айтып бере қойшы. Ағайларды көргенде қалай амандасасың? Қане кім айтады? Аян айта қойшы. Ассалаумағалейкум деп қолыңды созасың, иә, жақсы. Ал үлкен кісі саған не дейді сол кезде? Уағалейкум ассалам дейді екен. Иә, жақсы. Жақсы балалар, енді дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күнді жаза қойыңдар. Ақпанның 9-9-02-2022 жыл сынып жұмысы. Қазір біз балалар ереже құрастырып жазуымыз керек. Міне, сөйлем басталған, сол сөйлемдерді аяқтауымыз керек. Не істеуге болмайды? Үлкендердің алдын кесуге болмайды. Кім тақтаға шығады? Тағы кім шығады? Шыға қой. Жоқ. Дәптеріңе жаз. Жазалайын. Орындаудан үлкендердің жолын, үлкендердің алдын кесуге болмайды. Дәптерімізге жазып отырамыз. Әр сөйлемді жаңа жолда. Үлкендердің алдын, кесуге болмайды. Екінші сөйлемді кім толықтырады? Кішкене баланы алмас. Кішкене баланы ренжітуге болмайды. Кім шығады? Мадина шығады. Дәптерімізге қалмай жазып отырамыз. Кішкене баланы ренжітуге болмайды. Жақсы, Камина шық. Я қазір, Камина жасасын. Қыз баланы келе ғой. Кішкене баланы қыз баланы ренжітуге болмайды. Қыз баланы ренжітуге немесе жылатуға деп айтамыз, иә? Қыз баланы жылатуға болмайды. Жылатуға. Жыдан кейін қала болу керек. Дұрыс жазған болсын. Болмайды. Аны өшір.
алуға болмайды. Сыныпта Туалға болмайды. шағыл. Бірінші, екінші сөйлеушіде жазады. Бірінші мен екінші ғана өшір. Дұрыс айтасың. Қазір шығасың. Сыйлау керек. Үлкеннің тілін тыңдау керек, немесе алу керек, иә? Шыға қойса екен. Үлкен кісіні сыйлау керек. Сыйлау керек. Сабинадан кейін шығасың қазір. Үлкеннің тілін алу керек. Үлкеннің тілін алу керек. Әлімжан сөйлемді тағы айта қойшы. Шағыл. Отыра қойса мен. Кішілерге көмектесу. Сәне шықпаған балалар. Кішілерге көмектесу. Иә, кішілерге көмек Беру. беру керек. Кім шығады? Кербез шыға қойшы. Кішілерге көмектесу керек. Ол соңғысын оқу құралдарын оқу құралдарын жұртпай ұстау керек. Үлгеріп отырмыз ба жазып? Оқу құралдарын балалар, бұл жерде біз не істеуге болатынын және не істеуге болмайтынын жазып шықтық, иә? Енді тақтаға мұқият қарай қойыңдар. Талап пен жанат деген ағалы інілі ағайындылар тату тәтті көршілес өмір сүрген екен. Алайда бір күні ағасы талап інісі жанаттың өтінішін орындамай қалып, араларында салқындық пайда болады. Екіншіде інісіне ағасына қажетті көмекті көрсетпей, өткен жолғы ренішін еске салады. Осыдан кейін екеуі қатты ренішседі. Сөйлесу түгілі амандаспайтын халге жетеді. Күндердің күнінде талаптың есігін жұмыс іздеп жүрген ағаш ұстасы ағады. Оны жұмысқа алуға келісіп, анау тұрған шарық өзенін көрдің бе? Соның арғы бетінде інім тұрады. Сол жерге үлкен қақпа орнаталасың ба? Ол өте биік болсын. Оның үйінде күнде көріп келмейді дейді талап. Ұста, иә, жасауға болады. Сонда неге ініңізді көргіңіз келмейді деп сұрады. Ағасы не себепті ұрысқандарында есіне түсіре алмады. Реніші тереңдеп кеткен екен. Аз ғана ойланған тұста, рұқсат етсең таңға дейін жұмыс істейін, ертең басқа шаруаларым бар деді. Қожайын келісіп берді. Алайда түні бойы мазасызданып ұйықтай алмады. Оның үстіне сырттан ұстау құралдарынан тарс-тұрс дыбыстары естіле берді. Ақыр таң атып, қожайын сыртқа шығып
Мен оған әлгілерді көзіме көрсетпейтін қақпа салуды тапсырдым ғой деп ашуға буылға бергенде таныс бейне шығасты. Кілт тоқтады. Анықтап қараса, көпірдің үстінде інісі Жанат тұр екен. Ол қолын бұлғап, қымбатты бауырым менің, жан бауырым, сені сондай сағындым. Сен менің ең жақынымсың ғой. Өзім бірінші қадам жасауға тәуекел ете алмай жүр едім. Алайда сен соны жасадың. Әрине, өйткені сен үлкен әрі ақылсың ғой деп ағынан жарылды. Екі бауыр құшақтасып, көздеріне жас алып, мәз-мейрам болысты. Екеуі көк шалғынға отыра кетіп, өткен кеткенді еске алып, қызықты сәттерін айтудан жалқынбады. Осылайша кештің қалай батқанын білмей де қалды. Жақсы балалар, енді осы жаңа көрген бейнебаян туралы әңгімелеп берейік. Талап пен Жанаттың татулығына кім себепкер болды? Жандаулет. Отырып айта бер. Я, ұстаз не істеді? Қалай көмектесті? Көпір жасады, я? Қане, тағы да кім айтып береді? Жаңағы Талап пен Жанат екеуі бір-біріне қатты ренжулі болды, я? Ағасы інісін көрмеу үшін ұстаны шақырып, арасына көрінбейтіндей қылып, бөгет жасауды өтінді, я? Ал ұста не істеді? Олардың араларына судан өтетін көпір жасап берді. Неліктен көпір жасап берді деп ойлайсыңдар? Тыңдаймыз бір-бірімізді. Өзен болды, оны өту үшін оларға көпір керек. Көпір керек деп санады, я, ұста? Сондықтан Және ол ағасы ойлайды, оның ағасы онымен татуласу үшін ұстаны сұраған көпір істеу үшін. Татуласу үшін сұрады ма? Жоқ. Жоқ, екеуі татуластырып тұрған ұстаның іс-әрекеті, иә? Жақсы, ұстаның жасаған іс-әрекеті дұрыс па? Қалай ойлайсың? Дәулет, қане айта қойшы. Неліктен дұрыс деп ойлайсың? Өйткені ол осы Талап пен Жанаттың Татуласуына ұстаз көмектесті, жақсы. Тағы? бір жағынан ұста ол жақсы істеді, бір жағынан жаман, себебі ол ағаның сұрағанын істеген жоқ. Ал жақсысы ол ағайлар, ол екі ағалары татуласты. Жақсы, бірақ та оны жаман деп санауға болмайды, иә? Өйткені ол бір жағынан жаман, себебі ол оның айтқанын істеген жоқ. Айтқан істеген жоқ дейсің, жақсы. Тіл алу керек дейсің ғой, иә? Жақсы. Бір жағынан Тағы да кім не айтады олар? Қосатындар бар ма? Жұлдыз, Сабина? Түсінікті, иә? Жақсы, ал шығармашылық жұмыс болар. Енді шығып келе ғой. Матамыздың шетінде екі ақ парақты. Көрдіңдер ма? Екі ақ парақты қолдарына ала қой. Бұл ақ парақтың біріншісіне адамның бойындағы жақсы қасиеттерді шығасыңдар. Ал екіншісіне адамның бойындағы жаман қасиеттерді жазып шығулары керек. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер және жаман қасиеттерді жазып Иә, біреуіне жақсы қасиеттерді жазасыңдар адамның бойында. Қандай жақсы қасиеттер болады? Екіншісіне қасиеттер деп жоғарғы жағына жазып қойыңдар. Адамның бойындағы жақсы қасиеттер деп жазамыз. Жұптасып, екеуден ақылдасып жазсаңдар да болады балалар, бір-бірімен. Алмас Ақкелбезбен ақылдасып жазуына болады. Дәулет Аружанмен.
адамның бойында жақсы қасиеттері болады. Бюджет қанша жаза аласың, сонша жаз. Біреу жазасын ба, 10 шақты жазасын ба өзіңіз. Ал жас болған балалар бар ма? Кәне жылдамдатамыз тезірек. Жылдам жазамыз. Содан біреу сізден жазамыз. Алмас болды ма? Болды ма? Енді жағымсыз қылықтарды жазған парақты қолдарына алыңдар. Жағымсыз қылықты жазған парақты қолымызға ұстаймыз, бәріміз. Жағымсызды жазған парақты қолымызға ұстаймыз. Енді бүктеңдер. Жағымсыз қылықтарды жазған парақты бүктейміз. Жылдам. Жылдам бүктейміз. Жағымсыз қылықтарды жазған парақты бүктеңдер. Алмас жылдам. Барлығымыз. Жылдам бір сөз жазсам жетеді. Енді осы жаман қылықтар біздің бойымызда болмасын деген мақсатпен жыртып тастаймыз. Жыртыңдар. Осы парақты жыртып. Жақсы, партаның шетіне қойып қоямыз. Жағымсыз қылықтар бізден аулақ болсын деп партаның шетіне қойды. Ал енді жағымды жақтап жазған балалар қане кім оқиды? Ал Алмас бастайды. Жақсы, тағы кім оқиды? Ақкебес. Жақсы, әрі дұрыс тыңдаймыз. Жақсы. Тағы кім оқиды? Үміт. Дұрыс айтасың. Алтынай, дәрісің ба? Қане оқиды. Адамның бойындағы жақсы қасиеттерін оқиды. Алтынай, дайын ба? Жылдам оқиды. Жақсы, дәулет оқиды. Мұғалімдердің тілін алуы жақсы. Қамина оқиды. Жақсы, Сабина. Айтамын. Жақсы қасиет. Сапайылық, сүйіспеншілік, татулық. Дұрыс. Ал. Үлкендерді сыйлау керек, үлкендерге орын беру керек, кішілерге көмектесу керек. Дұрыс. Мәдина. Ақылды, тәртіпті, инабатты, ибалы, мейірімді. Жақсы.
бойындағы жақсы қасиеттерді дұрыс жазыпсыңдар. Енді балалар, менің қолымда 3 хат тұр. Бүгін хат тасушы кісі 3 хат әкеліп келді біз мектепке келіп. Осы хаттың ішінде бізге басқа қаладан, Астана қаласынан балалар көмек сұрап хат жазған екен. Қазір 3 қатарға бір-бір баладан шыға қойыңдар. Шықпаған балалар шықсын, жолда шыға қой. Екінші қатардан Бауыржан шықсын. Жарайды, шыға қой. Және үшінші қатардан Алтынай шыға қой. Ал хаттарыңды ашып, балалар кімнен көмек сұрапты? Оқи қойыңдар. Достар, менің көршімнің бір баласы бар. Өзі өтірікші, күз өтірікті айта қояды. Маған күнде келіп ойнағысы келеді. Мен онымен дос болып бірге ойнаймын бар. Иә, сен не көмек сұраған? Не істейсің? Қандай көмек айтасың? Не деп айтасың? Өтірік көп айтады дейді, иә? Бірақ та екеуміз? Иә. Мен онымен арман қарай ойнайын ба, әлде не істейін деп сұрайды. Не деп? Қандай кеңес береді? Досыңмен неге сөйлес, ақылыңды айт деп айтар ма едің Алтынай? Тағы не деп айтар едің? Өтірік сөйлеуге болмайды. Иә. Шындығыңды айт, қандай жағдай болса да, шындық айтып үйрен деп айтуға болатын еді, иә? Жақсы, отыра ғой. Әке. Екінші хаттың деді. Ал жол өте. Иә? Қандай кеңес бересің? Не дейді? Досы қандай дейді? Иә? Көп мақтанатын бала дейді досы. Қандай кеңес берер едің? Не деп айтасың? Досына не деп айту керек? Көп мақтануға болмайды. Деп айтар ма едің дұрыс? Тағы не айтасың? Досым маған ашуланып, ұрысып жіберді. Мен де ашуланып, қатты сөз айттым. Енді досым менімен ойнамайды, бірақ менің ойнағым келеді. Не істесем болады? Байқамай досының басына доп тигізіп алыпты. Досы қатты ренжіп жүр дейді. Енді мен қалай не деп айтайын, не істейін деп сендерден кеңес сұрапты. Ол досына кешірім сұрап байқамай сенің басына допты Тигізіп кеттім. алдым дедім. Жақсы. Ал балалар, енді партамыздың шетінде стикерлер. Осы стикерларға бүгінгі сабақтан алған әсерімізді, өзіміздің ойымызды бір-екі сөзбен жазып, мына сиқырлы ағашқа ілеміз. Ол типа это Кішіпейіл болуымыз керек, мейірімді болуды үйрендім деген сияқты. Кәне жылдам жазып, сиқырлы ағашқа ілеміз.